Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге осындай вафлидің рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге қажет 250 грамм ұн, 200 грамм маргарин немесе сары май, 4 жұмыртқа, 200 грамм қант. Ерітілген сары майымызға қантымызды қосып, қант ерігенше венчикпен немесе миксермен араластырып аламыз. Одан кейін осында 4 жұмыртқаны қосып, жақсылап миксерлейміз. Одан кейін ұнымызды қосып, оны да жақсылап араластырып миксерлеп аламыз. Ешқандай түйіршігі қалмау керек. Қатты сұйық емес, қатты қою емес, қаймақ тәріздес қоюлықта болу керек. Арнайы пешімізді қыздырып аламыз. Қызып тұрған пешке осылай бір ас қасық қамырымызды құйып, пісіріп аламыз. Піскен вафлиді трубочка түрінде орауға да болады, бірақ мен бүгін гүл тәріздес етіп жасадым. Ол үшін піскен вафлиді осылай жасаймыз да стаканға осылай қоямыз, суығанша. Сонда гүл болып шығады. Міне бізде гүл тәріздес болды. Дастарханда қонақ күткенде өте әдемі көрінеді. Сіздер өздеріңіз қалауыңызша әртүрлі формада жасауларыңызға болады. Міне бізде дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Тез әрі оңай дайындалады және де баршаңызға ұнайды деген сенімдемін.